Қайырлы күн достар, қалдарыңыз қалай? Жаңа жыл келе жатыр, құтты болсын сіздерге. Егер де жаңа жылдық дастарханға не қоямыз деп бастарыңызды қатырып жүрсеңіздер, мен сіздерге керемет салат тауып қойдым. Рецептісі өте жеңіл, қарапайым ингредиенттер. Ең алғаш етімізді суға пісіріп аламыз. Бұл жерде менде қара малдың еті. Пісіріп алғаннан кейін соломкаларға турап алып, оған жаңағы қызыл жуамызды қосатын боламыз. Қызыл жуаны қоссаңыздар дәмі ерекше болады. Ал қызыл жуа болмаса, үйдегі қарапайым жуамызды қоса беріңіздер. Одан кейін 2 сарымсақ, яғни чесногымызды қосамыз, петрушка. Одан кейін жаңағы гранатты қосатын боламыз. Бұл жердегі ерекшелік, салат жеңіл болып шығады. Жаңа жылдық дастарханда енді барлығымыз көптеген тағамдар жасаймыз, салаттар жасаймыз. Ауыр болмас үшін сіздерге осында бір жеңіл салат тауып алдым. Салаттың аты шырша, яғни елка. Өздеріңіз де білесіздер, петрушканың пайдасы өте зор денсаулыққа. Бұл жерде петрушканы өте ұсақтап турап алған жақсы болады. Және де өзі гранат, қызыл түс, петрушкамыз жасыл түс, жаңағы барлығы өзі бір жаңағы шыршаның кейпіне енетін болады. Дастарханға жаңағындай жаңа жылдың бір көңіл күйін сыйлайтын болады да. Дастархандарыңызда әп-әдемі болып жайнап тұратын болады. Осы барлық заттарымызды салып алғаннан кейін шым-шым тұз қосамыз. Және де майонезімізді қосып, әбден араластырып алатын боламыз. Майонез ауыр деген жағдайда бұл жерде қаймақпен де араластыруға болады, 20%. Қаймақпен де дәмі өте керемет болып шығады. Бұл салаттың аты шырша, яғни елка. Енді жаңа жыл күні 31 күні барлығымызда уақыт болмайды, қарбалас, бір-бірімізді құттықтап жүреміз. Сол кезде бұл салатқа жасауға 5-ақ минут уақыттарыңыз кетеді. Еттеріңіз пісіп тұрса, болғаны қалған заттарды 5 минутта турап, тез-тез араластырып, столға керемет қылып жайнатып жібересіздер. Ал ас болсын сіздерге. Рецепт ұнаған жағдайда менің каналыма тіркеліп, комментарий жазып, лайк қойып кетіңіздер. Сіздерге көп-көп рахмет.